Біз қазақ ұлты деп жиі айтамыз. Бұл біз үшін қасиетті ұғым. Бірақ ұлт болу деген не? Бұл тек тіл мен тектің бірлігі ме, әлде тереңірек жүйелі деңгейде құбылыс па? Бүгін біз осы сұрақтарға философтың көзімен қарауға тырысамыз. Кейбіреулер үшін бұл пікірлер өткір болуы мүмкін. Бірақ бұл сын емес, бұл болашақ туралы ойлану. Ұлт дегеніміз өнеркәсіптік қоғам, ұлт дегеніміз товар ақша қатынасы, ұлт дегеніміз нарықтық қатынастар, ұлт дегеніміз соның шекара, оның бекітілуі, содан кейін ұлттық территория, ұлттық психология, ұлттық мәдениет, ұлттық әдебиет, жалпы ұлттық тілдің барлығы осы аграрлық қоғамнан өнеркәсіптік қоғамға өткен кезде пайда болады, және осы өнеркәсіптік қоғамда толығыменен жаңағы ұлттың атрибуттары толығымен қалыптасады. Бұл классикалық қағида. Яғни философтың пайымдауынша ұлт болу үшін ауылдан қалаға, өткеннен келешекке өту маңызды. Бұл бізге қарсы айтылған сөз емес, бұл қоғамның даму заңдылығы. Біз аграрлы қоғамда өмір сүрдік. Кеңес одағы индустриялы аграрлы қоғам болды. Ал сол индустриялы қоғамда мынау Россияның, сонсан басқа Украинаның, басқа елдердің толып жатқан аумақтары индустриялы қоғам жағдайында өмір сүрді. Ал енді өзіңіз білесіздер, қазақтар қайда өмір сүрді? Қазақтар ауылды жерде өмір сүрді. Қазақты қалаға келтірмеу саясаты жүргізілді. 1986 жылға дейін қазақтарды қалада пропискаға алмау деген саясат жүргізілді. Демек, қазақтың тілі де, қазақтың мәдениеті де тек қана осы ауылда өзіменен өзі, өзінің сұйығына өзі қайнап, сол жерде жүріп жатты. Демек, біз сондықтан 1986 жылға дейінгі кезеңде біз қазақ толыққанды ұлттық атрибуттарды алды деп айта алмаймыз. Енді бір ғана нені алып қараңыз, қазақ ұлты дейміз. Әрине біз ұлт деген бізге ұнайды, қазақ ұлты деп айтамыз. Шынды айтып келгенде ұлттық психология бізде орнаған жоқ. Бізде рулық психология. Кез келгенде бізде ресми документтердің өзінде кадрда ұру деп жазылып қойған жерде. Сонан кейін бізде ұрулардың толып жатқан ұйымдары бар. Тіпті ұрулардың молалары бар, бейіттері бар. Басқа бір ұрудың келгенде жаңжал шығады. Ал енді мәдениетті алып қарайық. Қазіргі таңға дейінгі қазақ тілінде жасалып жатқан мәдениеттің барлығы бұл біздің ауылдық мәдениет. Демек, ұлтқа тән мәдениет емес. Бұл ұлысқа тән, халыққа тән мәдениет. Бұл сөздер ауыр естілуі мүмкін, бірақ бұл жеке адамға емес, жүйеге қатысты сын. Ауыл біздің тамырымыз, бірақ тамырдан бұтақ шықпаса, ағаш көктемейді. Қазіргі қазақтың мәдениетінде, әдебиетінде осы рулық, ауылдық, аграрлық, кертартпалық толығыменен осы басым болып тұрады. Кез келген шығарманы алып қарасаң, ол ауыл өмірінен өткен тарих бар, мұңлы тарих. Біз қаштық, қырылдық деген сияқты, бізді сөйтті, бүйтті деген сияқты. Сонан кейін идеология, мәдениеттегі идеология толығыменен қаладан қашып ауылға қарай кетуге бағытталған. Демек, мынау индустриялық ұлт болудың орнына аграрлық халық болып қала беру біздің бүкіл жазушы атаулының, журналистердің барлығының осы негізгі идеясы, идеологиясы осылай болып отыр. Ал енді өзіңіз алып қарай, ешбір елде, ешбір алдын қатарлы дамыған өнеркәсіптік қоғамдарда ауылға қарай қайтайық деген
ұран тасталмайды. Ауыл деген мысалы орыс тілінде болады, деревня. Ал ауыл туралы, ауылға барған жақсы деген сияқты нәрсе қандай деп айтады? Деревенщина дейді. Ол сен қалған, сен ар жақта отсталый, сен демек формацияда өмір сүріп жатырсың деген сөз. Ал енді біздің мінекей қазақтың әндерін алып қараңсам, бүкіл осы ауылға қарай барайық, ауылды сағындық, қаланы тастап ауылға кету керек деген идея толығыменен белең алып тұрған. Ал соныменен қоса мына туыстар туралы ән салу. Ауылым, ауылда туған бауырым, әкем, шешем, құдаларым, ағаларым, жеңгелерім деген сияқты тақырыптар бұл өнеркәсіпті ұлт бола алатын елдің дамуына, идеологиясына сәйкес келмейді. Бұл отбасындағы, ошақ қасындағы ешқандай дүниетанымның кеңмеген құр отбасындағы сол қой құраменен жайлау мен қыстаудың маңайында ғана жүрген адамдардың идеологиясы. Әрине, бұл пікірлермен бәрі бірдей келісе бермейді. Бірақ философ Қанағат Жүкеш бәрімізге ой салып отыр. Маманың айтуынша, егер біз ұлт ретінде қалыптасқымыз келсе, онда бізге жаңа мәдени көкжиек керек. Қала мәдениеті, ғылым тілі, болашақты сипаттайтын әдебиет. Ұлт болу дайын бір берілетін мәртебе емес. Бұл жасауды талап ететін күрделі процесс, және бұл процесс ойланудан басталады. Сіз осы оймен келісесіз бе? Әлде өз пікіріңіз бар ма? Өз ойыңызды осы видео астында қалдырып кетсеңіз болады.